Сәуде нұқталары янындағы ширатларына бұл сезонның бірінші ярминкесі болуы білен оңғатырға була. Халық ішқа азық түлік запасы топлый. Тек азық түлік кіне түгіл шифалы үләнлерді. Дару үләнлері сатушы Сюзанна Менделеевскидан біздің районда ешемесе де Мамадышта узушы ярминкелеріні қалдырмас қатырыша. Поем песни, заряжаем молитвами нашу травку. Заказываем чаще всего из Сибири, из Алтая, из Дальнего Востока траву, потому что она почему-то немножко сильнее по энергетике. И, может, поэтому она людям помогает. Тузланған ешілшелер жилек жемеші бол сүт продукциясы итхан болығыны бик орзан бейден сатып олырға мүмкін еді. Ел сайын район башқарма комитетінің иқтисаты бөлігі ярминкелер алдынан продукцияның түп түрлеріне бейелерінің күзеті. Яғни район территориясында 10 сәуді объектін еріп шығалар қам базар бейесін қорилар. Республика дәрежесінен ауыл құжалығы министрлігінен жеткіріле тұрған бейелер де бар. Барысында анализлап ярминкеде олардан шығып 10-15%-ға үшсіз бейе құярға тәқдім етелер. Ярмарка у нас выполняет функцию, так скажем, не только экономическую, не только является площадкой для сбыта сельскохозяйственной готовой продукции, фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, самозанятых, но и выполняет функцию социальную, поскольку именно здесь мы стараемся и организаторы, и сельхозтоваропроизводители привозить сюда и реализовывать качественную, относительно по ценовой стоимости низкую сельскохозяйственную продукцию. Үзек майданда ауыл құжалғы ярминкелер олға табада дәуам етешек. Ширатта Красная Горка иқтисады зонасы қызметченлері хам, район фермерлары, шмекерлері, шахар қунақларына хам, холқына өз продукцияларын тәқдім етешеклер.